Сәлеметсіз бе? Сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Дәрігер емдейді, табиғат айықтырады. Тойшылдық, даңғарашылық және жұмыссыздық адамды құрдымға кетіріп, денсаулығынан айырады. Тұрып қалған суды ішуден сақ бол, себебі ол көптеген аурудың пайда болуына әкеп соғады. Тегін емделме. Тегін емделсе дәрігердің, тегін емделсе науқастың қадірі кетеді. Ауру өздігінен пайда болмайды. Ол үнемі табиғат заңдылықтарын бұзғаннан пайда болып, жылдар бойы жинақталып, денеңізде ауру ретінде көрініс табады. Сен маған қандай тамақ ішетініңді көрсет, мен саған қандай ауруың бар екенін айтамын. Ауруды емдеуден бұрын оның пайда болу себептерімен күресіңіз. Шектен тыс ұйқысыздық пен ұйқышандық жақсылықтың белгісі емес. Денім сау болып, бақытты өмір сүремін десеңіз, күнделікті спортпен шұғылданып, жаяу жүрумен көп айналысыңыз. Бойыңызда пайда болған аурулар сіздің өмір сүру салтыңызға байланысты екенін ұмытпаңыз. Емделуді ешқашан кейінге қалдырма, кешіктірме. Дәрігер емдей алмаса, онысын мойындап, науқасқа зиянын тигізбесін. Қатты тойып тамақ жемеңіз, өйткені шектен тыс нәрсенің бәрі умен тең. Кез келген артық нәрсе адамның табиғатына қарсы. Адамның миында көптеген аурудың себебі бар. Ақыл ең жақсы емші. Егер де сіз өмір сүру дағдыңызды өзгерткіңіз келмесе, сізге ешкім көмектесе алмайды. Медицина әлемдегі ең мейірімді өнер түрі. Маскүнем ата-анадан ауру бала туады. Адам бойындағы ұзақ сақталған үрей мен мұңның соны оны ауруға әкеп соғады. Себепсіз әрі үнемі шаршау аурудың бірден бір түрі. Барлық нәрсе өз орнымен болғаны жақсы. Барлық нәрсені өз орнымен қолдана біліңіз. Өйткені ауру тепе-теңдікті ұстамағаннан пайда болады. Кейбір науқастар дәрігердің мықтылығына қарап, оған үлкен сенім артады, және сол сенімнің арқасында ауруынан құлан таза айығып кетеді. Және сол сенімнің арқасында ауруынан құлан таза айығып кетеді. Бас аман болса, берік табылады. Мазасыз ауа райы науқас адам түгілі сау адамға да әсер етеді. Егер де науқас адам тәбеті мен рухын биік ұстаса, онда ол көп ұзамай міндетті түрде сауығып кетеді. Ұйықтай алатын болсаңыз, онда ауруыңыз қорқынышты емес. Көпшіліктің ойынша біздің ренішіміз бен қиналысымызды жүрек сезеді деп түсінеді. Бірақ жүрек ондай сезім қабілетіне ие емес. Бойымызда болып жатқан барлық нәрсені сезетін ол біздің миымыз. Дәрігер жаны таза мейірімді болуы керек, өйткені науқастар мейірім мен қамқорлыққа зәру. Дәл сол сенім науқастың ауруына айығып кетуіне үлкен себепші болады. Жаныңыздың тыныш болуы, көп еңбектену денсаулығыңыздың кепілі. Біздің бақытымыздың 10-9 денсаулығымызға байланысты. Жігіттің дені сау болса, сол дәулет. Дертке шалдыққанша денсаулықтың қадірін ешкім білмейді. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Тәні саудың жаны сау. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Арақ ішіп темекі жеккен денсаулықтың түбіне жеткен. Ауырсан сау бол, ауырмасан сақ бол. Ауру адам үшін алтын төсекте ыңғайсыз. Ішін ауырса аузын тый,
көзің ауырса қолыңды тый. Демі бардың емі бар. Ауру батпандап кіреді, мысқылдап шығады. Денсаулық пен бақыт бөлек өмір сүрмейді. Ауруын жасырған өліммен ойнайды. Науқас үшін балды ащы. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. Дана көптен шығады, дәрі шөптен шығады. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру керек. Тісі ауырғанның көңілін сұрамайды. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Жақындарыңызбен бөлісіп, тіркелуді ұмытпаңыз.